Халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қоры түсіндіреді. Фото мен видеоны қайда түсіруге болады? Кез келген жерде түсіруге болады. Дүкенде, супермаркетте, кафе мен мейрамханада, спорттық іс-шарада фото мен видео түсіруге болады. Егер кіруге тікелей тыйым салмаса, көрмеде және мұражайда да түсіруге болады. Митингтерді тіпті рұқсат етілмегенінде түсіруге болады. Ал нені, қандай нәрселерді түсіруге болмайды? Стратегиялық нысандарды түсіруге тыйым салынған. Олардың тізімін интернеттен табуға болады. Ал стратегиялық нысандардың ортақ бір белгісі, олардың қауіпсіздігі адамдардың өмірі мен денсаулығына және жалпы экономикаға әсер етуінде. Әуежайдың ұшу-қону жолақтарын, су жиналатын тоғандарды, банк қоймаларын және тағы да басқа құрылымдарды түсіруге болмайды. Бас санитар дәрігерінің медицина қызметкерлері мен емдеу мекемелерін кез келген фото мен видеоға түсіруге салған тыйымы алынып тасталды. Алайда пациенттің келісімінсіз және медициналық құпияны бұзбау мақсатында оларды түсіруге болмайды. Заңға сілтеме, видеоға пікірлерде.